Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен нөмір 81 жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Абугалиева Меруерт Нұртайевна және менің әріптесім Акагузова Сарқы Слямқызы сіздермен бірлесе отырып оқушылардың бірін-бірі бағалаудағы топтық жұмыстың тиімділігі әдістемелік құралымды бөліскім келеді. Бүгінгі таңда бізге тек білімді емес, сонымен қатар өз ойын еркін жеткізе алатын, пікір тыңдай білетін, өзгемен санаса алатын, топпен жұмыс істей алатын тұлға қажет. Сондықтан да білім беру үрдісінде топтық жұмыспен бірін-бірі бағалау тек әдіс қана емес, тұлға қалыптастыру құралы болып отыр. Сіздерге осы әдістемелік құралды ұсынуымдағы мақсаты мұғалімдерге оқушылардың топтық жұмыс барысында бағалау критерийлерін қолдана отырып, дәлелді және объективті кері байланыс беру арқылы бірін-бірі әділ және сындарлы бағалау дағдыларын қалыптастыру жолдарын таныстырып, тәжірибе алмасу. Әдістемелік құралдың міндеттері: топтық жұмысты ұйымдастыру тәсілдерін ұсыну, әділ бағалау мәдениетін қалыптастыру жолдарын көрсету, тапсырмалар орындауда оқушы белсенділігін арттыратын тиімді әдістерді ұсыну, рефлексия жүргізу тәсілдерін ұсыну. Енді, құрметті әріптестер, топтық жұмысты қалай ұйымдастыруға болады? Қазіргі білім беру жүйесінің басты мақсаты оқушының бойындағы функционалдық сауаттылықты, өзіндік ойлау мен жауапкершілік дағдыларын дамыту. Бұл мақсатқа жетуде топтық жұмыспен бірін-бірі бағалау тәсілдері маңызды рөл атқарады. Яғни, топтық жұмыс неге әкеледі? Оқушыларды белсенділікке, ынтымақтастыққа, жауапкершілікке тәрбиелейтін тиімді әдіс. Бұл тәсіл арқылы бір-бірімен оқушылар қарым-қатынас орнатады, идеяларын еркін білдіреді, өзгелердің пікірін тыңдауға және бағалауға үйренеді, өзара қолдау көрсетіп, бір-бірінен үйренеді. Психологиялық тұрғыдан топта жұмыс істеу және бірін-бірі бағалау оқушының әлеуметтік, коммуникативтік және эмоционалдық интеллектісін дамытуға ықпал етеді. Топтық жұмыс барысында оқушылар өз пікірін білдіруге, эмоцияны басқаруға, бірін-бірі тыңдауға және қолдауға, сындарлы қарым-қатынас орнатуға дағдыланады. Топтарды толтыру кезінде, әріптестер қосылып жатыр, топтарды толтыру кезінде екі ерекшелікті ескеру өте маңызды: тұлға аралық қарым-қатынас сипаты және оқушылардың оқу жетістік деңгейі. Бірінші кезеңде мұғалім балаларды әр топта мықты оқушы болатындай етіп, ұйымдастырушыны тағайындай отырып топқа бөледі. Жанды, яғни топта бірлескен жұмыс әрекетінің қалыптастыру үшін біріншіден рөлдерді анықтап беру керек. Бұл аса маңызды, әріптестер. Екіншіден, яғни қалай бөліп береміз? Басшы, уақыт сақшысы, баяндамашы, бақылаушы сияқты рөлдерді бөліп, әр оқушының міндетін нақты айту. Яғни, егерде біз топпен жұмыс жасаған кезде осындай міндетті бөліп берсек, бұл оқушыны жауапкершілікке, ізденімпаздыққа, бірлесіп жұмыс істеуге, жұмыс сапасын арттыруға әкеледі. Екіншіден, топ мүшелерін, әріптестер енді қосылып жатыр, топ мүшелерін жүйелі алмастырып отыру. Әр сабақта бірдей балалар топтаспай, түрлі топта жұмыс істейтіндей етіп жоспарлау. Ортақ жетістік критерийлерін қою. Мысалы, топ жұмысының бағалануы әр мүшенің қатысуымен анықталатынын алдын ала айту. Мысалы, топ мүшелері барлығы жұмылып жасаса 1 балл, егерде біреу шетте қалып қойса, онда төмен балл төмендейді деп ескеру керек. Сонда топтық жұмыстың әрекеті жүзеге асырылады. Яғни, топ
арасындағы жұмыс барлық балалармен жүзеге асырылады, ешкім шетте қалып қоймайды. Осы кезде мұғалім топтық жұмыстың әр кезеңінде уақыт бөліп, мұқият бақылауы керек. Енді құрметті әріптестер, мына топтық жұмыста ескеретін жайт, тапсырмалар қызығушылықты оятатын, шығармашылықты қажет ететін, маңызды болу керек. Екіншіден, ресурстармен қамтамасыз ету. Жаңағы балаларды топпен бөлген кезде, олардың тапсырма ретіне қарай балаларды ресурстармен қамтамасыз ету керек. Сурет береміз ба, тапсырманың түріне қарай, қосымша ақпарат береміз ба, жоқ қосымша ақпарат алатын сілтемелерді береміз ба, олардың алдарына қосымша осындай ақпараттар беруіміз керек. Үшіншіден, бағалау критерийні топ мүшелерінің жұмыс барысында қосқан үлесі, жұмыстың сапасы, жауапкершілік сияқты көрсеткіштерді қосу. Бастапқы кезде, құрметті әріптестер, осы топпен жұмыс жасаған кезде, осы мынау топ мүшелерінің жұмыс барысында қосқан үлесін, жұмыстың сапасын бағалау критерийіне қосып, осы топтық жұмыс әрекетін қалыптастырып алуға болады. Төртіншіден, әр топ жұмысынан кейін жұмыстың қалай жүргені туралы рефлексия жүргізу. Әділ бағалау мәдениетін қалыптастыру жолдары. Бірін-бірі бағалау оқушылардың бір-бірінің жұмысын немесе әрекетін арнайы критерийларға сүйене отырып бағалау. Бұл әдіс оқушының өзіндік көзқарасын білдіруіне, бағалау дағдыларын дамытуына және кері байланыс беру мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Сындарлы рефлексия нәтижесінде оқу сапасы жоғарылайды, топ ішінде өзара қолдау мен сыйластық нығаяды. Бірін-бірі әділ бағалау дағдыларын қалыптастыру үшін әуелі бағалау мәдениетін қалыптастыру. Яғни, осы кезде, құрметті әріптестер, балалар бірін-бірі бағалаған кезде, ол бағалау дегеніміз сынау емес, дамыту екенін түсіну керек. Мысалы, сенің жауабың ұнады, бірақ келесі жолы мысалмен нақтыласаң жақсы болар еді деген тілдік үлгілерді үйрету керек. Екінші, бағалау критериймен жұмыс жасау. Оқушыларға критерийді өздерімен бірге құру ең тиімді әдіс. Яғни, олар бағалау критерийін түсіну керек қой. Қалай, талабы қандай, неге негізделіп құрастырылады деген сияқты. Сондықтан уақыттың жеткіліксіздігіне байланысты бір 40 минуттың ішінде балалармен отырып біз бағалау критерийін құрастыра алмаймыз. Сондықтан бастапқы кезде оқушыларға үй тапсырмасы ретінде беруге болады. Мысалы, тапсырманың 2-3 үлгі жауаптарын жақсы, орташа, нашар деп беріп, дескриптор арқылы салыстырып бағалату. Үшіншіден, бағалау тілі мен кері байланыс дағдысын үйрету. Кері байланыс оқушының өз қателігін түсінуге, түзетуге, алға ілгерілеуге жетелейді. Мысалы, кері байланыс үлгілері бізде орыс сыныптарында қазақ тілінен балалар кері байланысқа қиналады. Яғни, олар кері байланысқа оларды жетелеу үшін оларға тілдік үлгілерді берген дұрыс. Мысалы, маған ұнаған тұсы, сенің пікірің деген сияқты, сенің жазуың ұнады деген сияқты, осындай тілдік үлгі маған ұнаған тұсы, әрі қарай көп нүкте қоямыз. Көп нүктенің орнына өзіне ұнаған жерін айтады. Меніңше, келесі жолы мынандай нәрселерді жақсартуға болады. Не болмаса, сенің ойың қызықты, бірақ нақтырақ айтсаң деймін де сияқты тірек сөздерді айту. Бірін-бірі бағалауда оқушыларда келесі психологиялық аспектілер қалыптасады. Оқу мотивациясы артады, жауапкершілік, өзіне деген сенімділік, қақтығыстарды шешу қалыптасады. Бірін-бірі бағалауда оқушылардың жас ерекшеліктеріне назар аудару керек. Яғни, бастауыш сынып, орта буын, жоғары сынып деген сияқты. Біз көбінесе бастауыш сыныпта бағалау түрін ауызша қолданамыз, қолпаштау әдісін.
яғни керемет, жарайсың, жақсы деген сияқты. Бірақ та дегенмен бастауыш сынып оқушыларына бағалау нақты критерийға негізделген қарапайым түрде оқушыға түсінікті болатындай етіп дескриптор құрастыру керек. Ал орта буын мен жоғары сынып оқушылары олар бағалау критерийін түсінеді, әрі қарай жұмыс жасауға өздері бағалауға қатыса алады. Оқушылардың білімін бағалауда жеке және топтық жұмыстарды ескеру. Бұл оқушылардың жеке жетістіктерін және командалық жұмыс дағдыларын бағалауға мүмкіндік береді. Оқушылардың білімін бағалау үшін нақты критерийлер мен деңгейлерді анықтау. Оқыту процесінде формативті бағалауды белсенді түрде қолдану. Оқушыларға сапалы және конструктивті кері байланыс беру. Кері байланыс оқушылардың күшті және әлсіз жақтарын анықтауға көмектеседі. Бағалау процесінде заманауи технологияларды қолдану ол бағалауды жеңілдетіп, тиімділігін арттырады. Құрметті әріптестер, сіздер қалай ойлайсыздар? Қазіргі білім беру жүйесінде рефлексия маңызды ма? Иә, сабақ барысында рефлексия жиі формальды сипатта өтеді. Бұл бәріміздің басымызда бар. Оқушылар рефлексия жасайтын кезде маған ұнады, сабақ жақсы өтті деген үстірт жауаптармен шектеледі. Нақты шынайы рефлексия болу үшін мұғалім арнайы жағдай жасауы қажет. Талдауды тереңдету. Оқушылар қандай іс-әрекетті орындады? Қайсысы қиын болды? Қайсысы қызықтырақ болды? Деген сияқты нақты мысалдармен қорытындылаған жөн. Жетістіктер мен қиындықтарды нақты көрсету. Рефлексияда сабақтың жетістіктері мен қиындықтарын нақты айту. Жақсы өтті деп айту ол жеткіліксіз. Сондықтан шешімі рефлексияны сабақтың маңызды бөлігі ретінде мойындау, нақтылық пен бағыттылық, яғни бұл нақтылық пен бағыттылықты мұғалім тарапынан беріледі. Рефлексия түрлерін әртүрлі қолдану, яғни бір сарынды күнделікті сабақта бір рефлексияны қолданбай, әртүрлі анонимді түрде, ауызша, жазбаша түрде қолдануға болады. Қолайлы сенім атмосферасын құру. Бұл дегеніміз не, құрметті әріптестер? Сабақтың соңында рефлексия жасаған кезде, жаңа айтқан сөзіме қайтып оралайын, оқушылар жақсы, маған бәрі ұнады деп, ол түсініксіз болса да сөйтіп айта салады. Неліктен? Өйткені ол өзінің сыныптасынан ұялуы мүмкін, қысылуы мүмкін, сыныптастарының ішінде өзін төмен санағысы келмеуі мүмкін. Сондықтан ол оқушыға түсініксіз болып тұрса да, ол бәрі жақсы деп айта салады. Сондықтан осы кезде мұғалім мысалы қателіктер нүктесі деген сияқты рефлексия беру ортасын ұйымдастыру керек. Немесе қателіктен өсу, болмаса анонимді рефлексия жасау сияқты осындай әртүрлі әдіс-тәсілдерді пайдаланып, мұғалім оқушының қаншалықты меңгергенін, қай тапсырма қиынға соққанын мұғалім білу керек. Ол не үшін керек мұғалімге? Мұғалім келесі сабақты жоспарлап, оқушының жаңағы босатқан түсініктерін, білімдерін әрі қарай түсіндіру мақсатында келесі сабағын жоспарлайды. Яғни күнделікті сабақта мұғалім өзіне де рефлексия жасап отыруы керек. Оқушы белсенділігі мұғалім дайындаған тапсырманың түрі мен құрылымына тікелей байланысты. Оқушылар тек мазмұнды қайталап қоймай, өз ойымен пікір бөлісуге, пікір айтуға, шығармашылық танытуға мүмкіндік алғанда ғана белсенділік артады. Тапсырмаларды құрастыру кезінде нақты оқу мақсатын белгілеу, оқушылардың деңгейін ескеру, дескрипторларды алдын ала белгілеу,
Осы орайда, құрметті әріптестер, сіздердің назарларыңызға тапсырмалар орындауда оқушы белсенділігін арттыратын тиімді әдістердің қаншамасын, қаншама тізімін сіздерге ұсынып отырмын. Яғни сіз көріп отырған мына әдістер менің тәжірибемнен өткен, оқушы белсенділігін арттыруда сәтті жүзеге асырылған әдіс тәсілдер. Көріп отырғандарыңыздай, бұл әдіс тәсілдердің кейбіреуі өткенді пысықтау, сабақты қорытындылау, жаңа сабақты қорытындылауға, есте сақтауына байланысты тиімді әдістер болса, ал енді астындағы тұрған әдістер пікірталас, білім сайыс тапсырмаларына қолданылатын әдістер. Яғни, құрметті әріптестер, топтық жұмысты тиімді ұйымдастыру үшін осындай әдістерді әртүрлі тапсырмамен үйлестіруге болады. Енді, құрметті әріптестер, жаңағы теориялық ақпаратты іс жүзінде сіздермен бірлесе отырып жүзеге асырғым келеді. Мысалы, сіздердің назарларыңызға ұсынылған сабақтың тақырыбы отбасылық құндылықтар. Бұл 9-шы сыныптың қазақ тілі мен әдебиет оқулығынан. Сіздер көріп отырған мәтін бұл отбасылық құндылықтарға арналған мәтін. Яғни, бұл сабақтың мақсаты коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу. Тапсырма мәтін бойынша жұпта, топта бір-біріңізге сұрақ қойып, жауап беру. Енді, құрметті әріптестер, осы тапсырманы әр қарай оқушылармен жүзеге асыру үшін қандай әдіс тәсілдерді қолданасыздар? Не істейміз? Қалай жүзеге асырамыз? Құрметті әріптестер, өз ойларыңызды айтып, пікір білдіріп отырсаңыздар. Жаңағы мен теорияда айтқан ұғымдарды еске түсіріп, әуелі біз не істейміз? Біз осы тапсырманы топпен орындауымыз керек. Жақсы, олай болса, әр қарай тыңдайық, құрметті әріптестер. Бұл тапсырманы орындау үшін әуелі біз балаларды топқа бөліп аламыз, иә? Топтасу кезінде оқушылардың назарына, оқушылардың үлгеріміне назар аударамыз. Яғни, бір топта жақсы оқитындар отырып, бір топта үлгерімі төмен оқушылар отырып қалмау үшін біз оларды не істейміз? Жаңағы топтастыру кезінде назар аударып, әр топта бір жақсы, үлгерімі жақсы оқушылар, сосын үлгерімі төмен оқушыларды да солай бөліп тастаймыз. Келесі, екінші, топ мүшелеріне топ міндеттерін бөліп беру. Басшы, уақыт сақшысы, баяндамашы, бақылаушы. Яғни, бұны әр топтық жұмыста, құрметті әріптестер, мынау топ мүшелерінің міндеттері ауысып отыруы керек. Сонда ғана балалар жаңағы тұйық, үлгерімі төмен балалар, ұялшақ балалар болады, өзін ыңғайсыз сезінетін балалар болады. Сонда сол балалардың ашылуына осы әдіс көмектеседі. Келесі, тапсырмамен таныстырамыз балаларды. Яғни, сендердің бүгінгі тапсырманы орындауда тапсырма осылай. Мәтін бойынша топта, жұпта бір-біріңізге сұрақ қоясыздар деп, иә? Содан кейін бағалау критерийімен таныстырамыз. Енді, құрметті әріптестер, оқушыларға бәрі түсінікті. Енді сіздер оқушыларды бағалау критерийімен таныстыруларыңыз керек. Сіздер қалай ойлайсыздар? Бағалау критерийін қалай құрастырамыз осы сабаққа? Жақсы, олай болса, назарларыңызды экранға аударыңыздар. Яғни, сабақтың тақырыбын түсінікті балаларға, мақсаты түсінікті, тапсырмасын естіді балалар. Енді бұл тапсырманы мен оқушылармен жүргізу үшін мен серпілген сауал әдісін қолданамын.
Неліктен? Бұл әдіс тақырыпты түсінуге және талқылауға, дағдыларын дамытуға қол жеткізу үшін сыныптағы оқушылардың арасында немесе топ ішінде тізбектей сұрақ қою ұйымдастырылады. Яғни бұл әдіс арқылы топ пен топты жарыстыруға болады, немесе топ ішінде өткізуге болады. Енді дескрипторы қандай? Мәтін бойынша интонация, кідіріс, екпінді сақтап сұрақ қояды, 1 балл. Коммуникативтік жағдаятқа сай өз ойын анық жеткізеді, 1 балл. Топ мүшелерін тыңдайды және көмектеседі, 1 балл. Құрметті әріптестер, сіздер көріп отырғандай, тапсырманы орындау барысында топ мүшелерінің әрекетін мынау бағалау критерийіне қостым. Сонымен қатар дескрипторды құрастырған кезде оқушылардың білім жетістігінде назарға алу керек. Мына жерде мысал үшін мәтін бойынша интонация, кідіріс, екпін сақтап сұрақ қояды дейді. Үлгерімі төмен оқушы сұрақ қою мүмкін, бірақ та өз ойын анық жеткізе алмауы мүмкін. Яғни бұл топтық жұмыста үлгерімі төмен оқушы 1 балл алуы мүмкін, болмаса 2 балл алуы мүмкін. Ал үлгерімі жақсы оқушылар мына 3 балдың үшеуінде алады. Бірақ кейбір үлгерімі жақсы оқушылар бар, өзінің бойында мені қалыптасқан. Ол жаңағы топ мүшелеріне көмектеспеуі мүмкін. Ондай жағдайда мынау 3-ші 1 балды алып тастайсыздар. Келесі жұмыста ол жаңағы 1 балды алуға тырысып, қайткенмен өзінің топтасына көмектесуге тырысады. Келесі, оқушылардың бірін-бірі бағалауында қандай қиындықтар туындауы мүмкін және оларды қалай еңсеруге болады? Құрметті әріптестер, осы тапсырманы сіздерге беріп отырмын. Бәріміз сол бір кемедеміз, яғни бір мектепте жүргеннен кейін біздің әдісіміз, талабымыз бәрі бірдей болғаннан кейін осы топпен жұмыс жасауды бәріміз пайдаланып жүрміз. Енді осы оқушылардың бірін-бірі бағалауда, топтық жұмыста қандай қиындықтар болды сіздердің тәжірибелеріңізде? Сонымен бөлісіп отырыңыздаршы, құрметті әріптестер. Иә, қиындықтар бірден орындалып кетпейді. Қазір бізде балалар топтық жұмыс, ал жұмыс жасаймыз деген кезде бәрі жақсы орындалып, топтағы жұмыстың барлығы бірігіп жұмыс жасап, бірін-бірі әділ бағалайды деп айта алмаймын. Бұл бәріміздің басымызда болды бұндай қиындықтар. Яғни сіздерге атап өтейін, қиындықтары қандай? Объективті бағалаудың болмауы, яғни бірін-бірі бағалауға әділ болмау. Мысалы, екі дос бала бірін-бірі төмендеткісі келмейді, қайткенмен жоғары балл береді. Бағалау критерийін дұрыс түсінбеу, сенімсіздік, ұялшақтық болу жаңағы оқушының бойында, сын қабылдаудағы қиындықтар. Кейбір балалар болады, мойындамай қоятын, иә. Өйткені ол бағалау критерийін түсінген жоқ. Содан кейін ол өзінің әрекетін бағалаған кезде мойындамай қояды. Уақытты дұрыс ұйымдастырмау. Енді осы қиындықтарды қалай шешуге болады? Бағалау критерийін нақты және түсінікті етіп құру, оны оқушыларға бастапқы кезде таныстыру керек. Содан кейін пікірді сыпайы айту, оны бастапқы кезде айтып кеттім, иә, әріптестер. Қалыптастырушы кері байланысты дамыту, психологиялық қауіпсіз орта құру, рефлексия ұйымдастыру. Енді мына жерде, құрметті әріптестер, қарап отырғандарыңыздай, енді осы жұмыстан кейін әр топ жұмысындағы әр топ мүшелері бір-біріне пікіріне кері байланыс береді. Енді қарап отырсаңыздар, мен дескрипторға бұл кері байланысты қойып қойдым. Яғни бұл дегеніміз не? Оқушыларды кері байланыс беруге жетелеу. Яғни өзгенің пікіріне кері байланыс берді, 1 балл алып кетеді міне. Егер кері байланыс бермей, үндемей отырса, ұялшақтық басым болып, онда бұл балды ала алмай қалып, сабақ соңында төмен балл болуы мүмкін.
Біз оқушыларды бағалаған кезде міндетті түрде оқушылардың алдында бағалау парағы жату керек. Яғни мынау дескрипторда берілген критерийлер осы бағалау парағында жазылуы керек. Келесі, құрметті әріптестер, осы бағанадан бері айтылып жатқан теория, практиканың қорытындысы ретінде оқушы белсенділігін арттыруда топтық жұмыстың маңызы, осы тақырыпты мен балық қаңқасына салып сіздермен талқылағым келіп отыр. Яғни мынау балықтың қаңқасы, жаңағы балықтың басына тақырыбын жазуға болады, немесе жаңағы тапсырманың түріне қарай мақсатын жазуға болады. Енді осы топтық жұмыстың не үшін топпен жұмыс жасаймыз? Оның себептері қандай? Салдары қандай? Қандай пікір айтасыздар? Бәріміз пікірлерімізбен бөлісіп отырайық, құрметті әріптестер. Не үшін біз топпен жұмыс жасаймыз? Оның маңызы қандай? Себептерін атап өтіңіздер, құрметті әріптестер. Жарайды. Онда әрі қарай тыңдаймыз, құрметті әріптестер. Оқушы белсенділігін арттыруда топтық жұмыстың маңызы зор. Яғни, не себеппен біз топтық жұмыс жасаймыз? Оның себептері қандай? Оқушы белсенділігін төмендейтін немесе арттыратын фактордың болмауы. Ол қандай факторлар? Оқыту әдістерінің жеткіліксіз болуы, сабақтың бір сарынды өтуі, оқу ортасында ынтымақтастықтың болмауы, топтық жұмыс ұйымдастыру деңгейі болмауы, мұғалім бағалайтын жүйенің басым болуы. Қазіргі таңда өзіміз бағалаймыз, оқушыларға бағалауға мүмкіндік бермейміз, құрметті әріптестер, осы бізде мәселе болып тұр. Өзара бағалау мен кері байланыстың болмауы. Міне себептері. Енді осы себептерден келесі салдар шығады. Яғни оқу үлгерімі осы себептерден кейін оқушының оқу үлгерімі төмендейді, қызығушылығы жоғалады, сенімсіздік пайда болады, сосын қателесуден қорқады. Қорытындылай келе, егер топтық жұмысты тиімді ұйымдастырып, оқушыларға өзара әрекеттесуге, пікір айтуға, рөлдерді бөлісуге және бір-бірін әділ бағалауға жағдай жасалса, онда оқушылар белсенділігі артады. Мұндай ортада олар өз ойларын ашық айтуға, жауапкершілікті бөлісуге және бірлесе шешім қабылдауға үйренеді. Сондай-ақ оқушы белсенділігінің төмендеуі тек оқу процесінің ғана емес, тұлғалық дамудың да тежелуіне әкеледі. Ал топтық жұмыс осы салдардың алдын алу мүмкіндік беретін тиімді құрал. Ол ынтымақтастықты дамытып, оқушының өз рөлін сезінуіне, ойын айтуға, үйренуге көмектеседі. Ал құрметті әріптестер, бүгінгі